Барлықтарыңызға сәлем. Көзқарас бойға бітер, қасиеттің ең қатерлісі. Түкке тұрмайтын бірдеңенің бәсін көтеру үшін оның маңайында едәуір бос қуыс жасалады. Адам заттан, зат адамнан еркін бола алмайды. Кеңістікте айна қандай рөл атқарса, сағат уақыт үшін сондай рөл атқарады. Американдық өркениет қаза мен ресми рәсімнен басқа жерде қара түстің не екенін білмейді. Қашанда дайын тұрушылықтың соңы сөзсіз үрейге ұласады. Негізінде робот қашанда құл болып қала бермек. Молшылықта заттың аздығы емес, тез бүлінетіндігі мұңға айналады. Айна кеңістікті толықтырады. Кез келген көне дүние осы күнге аман сау жеткені үшін ғана сүйкімді. Зат қоршаған ортасын қалыптастыруға келгенде, адамның өзінің алдына түсіп алады да, оның әлде бір қадамдар жасауына ұйытқы болады. Сатып алмаған зат біздің қолымыздан уақыт тұрғысында алғанда ғана сытылып шығады. Ол ешқашан сіздікі болғанда емес. Бір қатар өркениеттер үшін адамның қуат күші мен жануарлардың қуат күші бірдей. Үй ішілік ахуал өмір үшін мазасыздықтың бір көрінісі. Бояулардың әдетте моральдық, психологиялық мағынасы болады. Зат адамның оған қатысты жасайтын қадамдарынан да гөрі күрделеніп барады. Жеке адамды бүкіл қоғамға қарсы қоятын өзіңмен өзің болу еркіндігі өте қатерлі еркіндік. Зат нақты тәжірибелік қолданыстан шыққан сәтте-ақ мінез-құлық тәжірибесі саласына өтеді. Шыны сиқырланған қатқан сұйық. Бөлме сағаты біздің жүрегімізді артық мазаланудан сақтайтын темір жүрек. Толық жетілген қалып адамға өз құдірет күшін сырттан бақылаушы рөлін ғана қалдырады. Несие жүйесі адамның өзінің алдындағы шыдамсыздығын шегіне жеткізе алады. Қозғалыс, қажеттілік, жылдамдық, ләззат. Біз мәңгі өз заттарымыздан озалмай әуреге түсіп жүреміз. Туристік сапар қашанда жоғалған уақытты іздеумен өтеді. Адамдарды жеңген кеңістіктен гөрі жеңілген кеңістік көбірек бөліп тұрады. Тұтынудың шегіне шыға алмайсың. Біз түрдің толық жеңісін тойлауға таяп қалдық. Заттың әлсіздігі мен ажалы емес, соларға көзсіз елту қасірет. Адам кеңістікті бағындыру арқылы өзінің нарциссттік болмысының кескіндемесін жасайды. Оған қажет болмай қалған нәрсе бізге қажет болуы мүмкін. Зат біздің уақыт пен ажалға байланысты қорқыныштарымыздың аузына құм құятын тұрмыстық мифология. Әлдебір міндет атқарушы адам әуел бастан-ақ жалыққан адам. Тауардың жақсылығына көзім жетіп тұрмаса да, оны жан сала дәріптеген жарнаманың сәттілігіне сенемін. Зат болса оның төңірегінде қалыптасқан әлдебір әдет-ғұрыптар да болады. Тұтынудың жойылмайтын себебі мынада жатса керек. Ол әлдебір жетіспеушіліктерге негізделеді ғой. Зат дегеніміз ғажайып үй жануары.
жиһаздың да басқа да заттардың да негізгі міндеті адамдар арасындағы қарым-қатынастың орнына жүріп, олардың өмір сүріп жатқан кеңістігін толтыру. Жайлы орындықтың жалғыз мұңы ешқашан жападан жалғыз қалып қоймау, сол сияқты ешкіммен бетпе-бетте келіп қалмау.